Достар, құпия сырлар каналына қош келдіңіздер. Жеңгесі мен қайнысының бір төсекте болып жүргендер жайында болмақ. Қарапайым отбасында дүниеге келдім. Әпкелерім бар. Менен кейін інілерім. Ата-анам ескінің көзі, кеңпейіл, жүрегі жұмсақ, жаны таза адамдар. Сол кісілердің мейіріміне оранып өскен мен үшін өмірдің алғашқы беттері ертегі секілді еді. Жылдар өте біз есейіп, әркім өз жолымен кетті. Менің арманым дәрігер болу, ақ халатты абзал жан болып, адамдарға өмір сыйлау. Құдай қаласа деген сеніммен еш қиындықсыз академияға түстім. Алғашқы күндері көзім отқа толы, жүрегім үмітке толы еді. Күн-түн демей оқыдым. Қаншама ұйқысыз түн, көз ілмеген сәттер, бәрі бір арманның жолында еді. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар екен ғой. Академияның 4-ші жылында өмірімнің бағыты өзгере бастады. Ол менің тыныш әлемімді төңкерген жігіт еді. Бір қарағаннан ақ жүрегім дүрсілдеп, ішімде бұрын-соңды болмаған сезім оянды. Сабырлы, сымбатты, сөйлегенде жүрегіңді жылтып жіберетін дауыс. Алғашында уақытша сезім ғой деп өзімді жұбаттым. Бірақ уақыт өте бәрі шынайы болып кетті. Біз жиі кездесетін болдық. Таңертең хабарласып, кешке дейін сөйлесетінбіз. Ол мені болашағым дейтін, ал мен оны тағдырым деп қабылдадым. Сезім оты мені алға емес, басқа жолға жетеледі. Бір күні ол маған сенсіз өмір сүре алмаймын, тұрмысқа шықшы деді. Сол сәтте ғашықтықтан соқыр болғанмен келісе кеттім. Оқу, арман, дәрігерлік бәрі сәтте екінші орынға сырғыды. Мен махаббатты таңдадым. Сөйтіп басқа орамал салынды. Студенттік партаны артқа тастап тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шығып, академия оқи алмай 4 жылын ғана бітірдім. Барлығы мен таңдаған күйеуімнің кесірі еді. Өте қызғаншақ мінезінен таяқ жеп, ауру анасының құшағына тығылып жылайтын едім. Енем өте момын жан, тек ауру ғана болмаса. Біз үлкен бір үйде тұрдық. Қайнағам, абысын, енем және біздер. Жас отбасы деген атымыз болса да, абысыным өте нашар. Үнемі абысынымның кесірінен күйеуім ұрып тастайтын. Енем байқұста сол абысынның кесірінен аш, әрі өте жасық болып қалған. Үй қамақтағы тұтқын. Сөйтсем абысыным бір бұты байында, екінші бұты қайнысында, екеуінде жіптей үйіріп, айтқанын қылғызып отырған әпенде. Екі сорлы ұлы да бір қатыннан аса алмай, туған шешесін бөлмеге қамап қойған. Енемді көргенде жылағаным әлі есімде. Әп-арық, аппақ шаштары ұйысып таралмағаны көрініп тұр. Тырнақтары өсіп, әр жерінен мүжіліп түсіп қалған. Аяғының тырнағы өскені соншалық иіліп терісіне кіріп жараға айналған. Тіпті денесінің кірі күстеніп, жарылып кеткен. Байғұс кемпірді бөлмеден шығармай ұстаған. Сондағы шығармау себебі ауру жұғады деп. Енем бронхымен ауырған. Көкжөтел ешқандай ешкімге жұқпайды ғой. Тек генетика жолмен ғана беріледі. Енеме абысыным күстенген ласы тысқа өздерінен қалған құтқан тамақты береді. Суып кеткен шай мен қатқан нанды береді екен. Байғұс енем суып кеткен қызыл шайға қатқан нанды батырып жейді. Алғаш келін болғанда осы көріністі көріп қатты шошыдым. Енем жастайынан жетімдік көрген, өмірдің ащы дәмін ерте татқан жан екен. Тағдыр оған мейірім емес, сынақ сыйлапты. Күйеуі де, енесі де күн бермей, жастайынан еңсесін басып, ақыры қартайғанда ауру меңдеп, ешкімге керексіз болып қалған. Пенсиясы бар еді, бірақ ол да өз қолында емес. Сол үйдің отымен кіріп, күлімен шыққан абысыным енемнің картасын өзіне алып, ай сайынғы тиын тебенін бұрқыратып өз қажетіне жұмсайтын. Енем болса үнсіз, қорғансыз пәк сәбидей мүлгіп отырады. Көзіне қарасаң, бір кездегі мейірім мен үміттің орнына қорқыныш пен шарасыздық ұялаған. Кей күндері қолынан ұстап, шомылдырып шашын тарап, тырнағын алып, ыстық шайын беріп отырамын. Сол сәтте ғана жүзіне сәл жылылық кіреді.
Бірақ менің бұл ісім абысыныма ұнаған жоқ. Бір күні ас үйде кір жуып жүргенімде ол қасындағылардың алдында маған көзін шатынан қарап, «Мына қақпасын мәпелеп басыңа шығарма, ертең өзің бейнетін көресің», деді мысқылдап. Оның сөзі жүрегімді тіліп өткендей болды, бірақ жауап қайтармадым. Тек енемді қолынан ұстап өз бөлмеме кіріп кеттім. Енемнің қолы дірілдеп тұрды. Қорқыныштан қалтырап сыбырлап айтты: «Қызым, ана әйел не айтса, соны істеші. Маған бола ол әйелден таяқ жеп қалма». Мен оны құшақтап, басын иығыма қойдым. «Енеме, мен ештеңеден қорықпаймын», дедім сыбырлап. «Сіз енді жалғыз емессіз». Сол түні енем алғаш рет маған баладай еркелеп, көз жасын тие алмай ұйықтады. Ал менің ішімде бір үн оянды: «Егер бұл үйде әділет болмаса, мен болам әділет», деп өз-өзіме сөз бердім. Үлкен әпкемнің туған күніне бару үшін 2-ақ күнге үйден шықтым. Күйеуім қасымда болатын. Бірақ сол қуанышқа да мен үшін көз жасы араласты. Жай ғана туған күнге бару мен үшін үлкен сынақ еді. Күйеуімнің ашуы да тағы да себепсіз өртенді. Оған да кінәлі сол абысыным. «Осы сенің қатыныңның қаңғуы бітпейді екен», деп отқа май құйғандай сөйлепті. Сол сөзден кейін күйеуім мені ұрып, «Басқа бармайсың» деген. Бірақ әпкемнің көңілі үшін қанша қорықсам да еріп шықтым. 2 күннен кейін қаладағы туған күн аяқталып, көңілім сәл жайланғандай болған. Бірақ үйге келген сәтте бәрі қап-қара бұлттай төніп тұрды. Есіктен кіре сала шыңғырған дауыс естілді. «Кәрі қақпас, сенен не пайда бар өзі?» деген абысынымның ашулы үні. Жүгіріп ішке кірсем, енем жерге құлап жатыр. Ал абысыным қолында шүберек, шашы тікірейіп долданып алған. Жан даусым шығып, екеуінің арасына түстім. «Не істеп жатырсыз? Не үшін ұрасыз оны?» Абысыным бетіме баж етіп, көрпесін білдірді. Іші өтіп бәрін ластаған. «Осындай лас адамға қараудан да жиіркенем», деп айқай салды. Сол сәтте жүрегім шыдап тұра алмады. «Ол сенің енең, анаңдай адамды қалай ғана ұрасың?» Екеуіміз төбелесіп қалдық. Қолым дірілеп, көзімнен жас парлап, енемнің үстіне жата кеттім. «Болды, енеме тиіспеңіз», дедім. Енем болса әлсіз дауыспен: «Болды қызым, тоқта», деп сыбырлап жатыр. Сол күні менің көзіме өмірдің ащы шындығы анық көрінді. Бір үйде тұрып та біреудің жаны мүлде жалғыз болуы мүмкін екен. Күйеуім болса өз анасына: «Туалетке шықпайсың ба?» деді. Енем білдірген көрпені жуып, киімдерін тазалап, өз бөлмеме кіргіздім. Күйеуім үнемі кешке бір жерге барамын деп кететін. Абысында кешке жоғалып кететін. Сөйтсем екеуі көне «Жигулимен» ауыл сыртына барып, білгендерін жасап жүріпті. Қайнаған болса сыртта жұмыста жүретін. Енеммен балаша сөйлесіп, оны екінші анамдай қарадым. Оқығанымды пайдаланып дәрісін беріп жүрдім. Білмеймін, енем жәутеңдеп қараған сайын еріксіз аяп кетемін. Құдды мені осы үйге енем үшін жібергендей көрінеді. Жазықсыз жанды бұл тозақтан құтқар дейтіндей. Аяғым ауырлады, бәріне шыдап жүрмін. Отбасы болғанымызға 1 жыл толмады. Қызғаншақ күйеуімнің ұрып соғуы басылады деген үмітпен жүрген кезім. 2020 жыл, жаз айы еді. Шағын ауылда тұрдық. Қалаға қатынау үшін такси группасына кіріп алғанбыз. Таңғы 8-ден өте WhatsApp'та тыныштық кете бастады. Қайта-қайта SMS дауысы естілді. Не болды екен деп қарап едім, өз көзіме өзім сенбедім. Абысын мен күйеуімнің болып жатқан видеосын салыпты. Абысының дауысы, оның күйеуімнің атын айтып жатқаны бәрі естіліп тұр. Ана жердегі группада бәрі абысын мен күйеуім туралы неше түрлі жеркенішті сөздер жазып жатыр. Арсыз абысының қылығына шыдамадым. Ашуымды ұстай алмай, ұйқыда жатқан абысының шашынан сүйреп төбелесе кеттік. Көңілдесінің даусынан шошынған күйеуім жүгіріп келіп, мені тепкінің астына алды. Оның баласын көтеріп жүрмін ғой, баласы емес, 2 әрпіне есі кеткен сорлы көңілдесін менен қорғап, мені тепкілеп тастады. Байғұс енем ғана шырылдап, мені қорғағандай.
шешесінде итеріп жіберіп абысымды құшақтап жатыр. Ішім бүріп, астым жып-жылы болып кетті. Енді ғана бөбегіме 2 ай болған еді. Соққыдан түсіп те қалды. Қайғырып, қайырлысы осы болар деп өзімді жұбатып, өзім сүйреп аяққа тұрдым. Күйеуімнің үстінен арыз жазып едім. Тәулікке ғана қамады да ажырасып кеттік. Қоғамда ерлі-зайыптылар ұрысса, әйел таяқ жесе қалыпты жағдай екен. Заң бойынша ол жылдары. Түсік тастағанымен ол үйден кеттім. Өзім ғана кетпедім. Енемді де ала кеттім. Абысыным мен күйеуім жібергісі келмеді. Пенсия үшін енемді ұстап тұрсаңдар, ешқандай пенсия сұрамаймын деп қадап айттым. Менің таңғалғаным, қайнағам бар шындықты білсе де ештеңе істемеді. Пенсиясын алмаймын дегесін ғана үнсіз келісті. Енемді ертіп өз үйіме бардым. Әке-шешем барлығын жақсы қабылдады. Жағдайды алдын ала айттым. Енемді ол тозаққа тастап кеткім келмеді. Ол үйден өзім ғана кетсем, өмір бойына өкініп өтетінім рас еді. Әпкелерім мен аңқылдаған жезделерім мен үшін 6 айға пәтер жалдап жұмыста тауып берді. Енемді алып қалада тұрдым. Әпкелеріме қонаққа барып, келіп араласып тұрдық. Енемді өз анамнан кем қылмай бір үйде тұрдық. Мен жұмыста жүргенде үйде теледидар қарап отырады. Дәрілерін уақытылы ішіп жүрген енемнің беті бері қараған. Ол мені қызы сияқты қабылдап, кәдімгідей анасы мен қызындай болып кеттік. Десе де, ана жүрегі туған перзенттерін сағынады екен. Түрі білдірмесе де, түнде күбірлеп, балаларының амандығын тілеп жатады. Мен ұйықтап қалғандай кейіп танытамын. 3 жылдан кейін мені түсінетін жігітке тұрмысқа шықтым. Ол жігіт барлық сырымды қабылдап, енемде бірге қасымызға тұрды. Аллаға шүкір, бақытты отбасылы, бөпелі болдық. Енем өз немересінде қарап, бөпені сүйіп құшағына алады да, көз жасын көрсетпей жылап алады. Апа, неге жыладыңыз десем, баяғыда енем балаларымның екеуін де бермей, тек емізуге ғана кіретінмін. Кейде енем тойға кетсе, сәбиімді құшып сүйіп, төтеніне дейін сүйіп шығатынмын. Сонда енем жарықтық, ауруың жұғады балаға, жолама деп, 2 ұлымды да қолыма ұстатпады. 2 ұлы қартайған анасының дәретінен жиіркеніп, талай жыл ұрған ғой. Енемнің айтуы бойынша бәріне абысын кінәлі болып тұр. Әлі күнге дейін ұлдарына шаң жуытпайды. Абысын екеуін дуалап алған, не десе де туған балалары ғой. Міне 5 жыл өтті. 2 ұлы да іздеп келмеді. Енемнің көңілі үшін ертіп қара шаңыраққа келдік. Абысыным сотталып кеткен. Рет шешіп беремін деп елді алдап, ақыры темір торға түсіпті. Үйді атына аударып алған ол қарыз жабу үшін сатуға қойған екен. Жас отбасы сатып алыпты. Қайнағам мен бұрынғы күйеуім Алматыда жұмыста жүр екен. Көршіден сұрап алып звондап едік, телефон көтере қоймады. Кейін тағы звондағанда, ауру кемпірді неге айтып тұрсың? Өзің алып кеттің ба? Өзің бақ. Хабарласып мазамды алма деп боқтап айқайлады. Енем барлығын естіп үнсіз жылап қалды. Содан кейін еш уақытта ұлдары туралы ештеңе сұрамады. Сөйтсем бәрімен қоштасып жүрген екен. Осы жаздың шілде айында өмірден өзді. Маған ақ батасын беріп, соңғы сөзде ұлдарым келді ма деп сұрай берді. 2 ұлы да телефон көтермей естіді, бәлкім естімеді, келмеді. Оқиғаға байланысты өз пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер.